Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы тоқта ботам, атан келеді артында. Бірінші сабақ. Сабақтың оқу мақсаттары. Тақырып бойынша үйренген сөздерін қолдана отырып, мәтінде көтерілген мәселеге өз көзқарасын білдіру. Тыңдалым материалдарының мазмұны негізінде сұрақтарға жауап беру. Мәтіндерден жалпы және жалпы есімдерді ажырата білу. Бүгінгі тақырыпқа байланысты жаңа сөздермен танысайық. Жарықтық яркость, зиялы интеллигенция, қалжыраған ослабленный. Келесі тапсырмамыз. Бата тілекті мұқият тыңдаймыз, тапсырманы орындаймыз. Оқуда зерек бол, ұйқыда сергек бол, істе шебер бол, ақылға кемел бол, ойда мәнді бол, тойда сәнді бол, үлкенге тең бол, кішіге кең бол. Өмірін ұзақ болсын, уайымын азақ болсын. Келесі тапсырмамыз. Бата тілекке сүйеніп сұрақтарға жауап бер. Бірінші сұрақ. Оқуда қандай болу керек? Екінші сұрақ. Істе кім болу керек? Үшінші сұрақ. Ойыңыз қандай болу керек? Төртінші сұрақ. Тойда қандай болу керек? Бесінші сұрақ. Кішіге қандай болу керек? Өзіңізді тексеріңіздер. Бірінші жауап. Оқуда зерек болу керек. Екінші жауап. Істе шебер болу керек. Үшінші жауап. Ойда мәнді болу керек. Төртінші жауап. Тойда сәнді болу керек. Бесінші жауап. Кішіге кең болу керек. Келесі тапсырмамыз. Екі бағандағы мағынасы ұқсас синоним сөздерді тауып, сәйкестендіріңіздер. Бата, қарт, табалдырық, той, төр. А. Босаға, Ә. Мейрам, Б. Тілек, В. Сыйлы орын, Г. Шал. Өзіңді тексер. Бірінші Б, екінші Г, үшінші А, төртінші Ә, бесінші В. Жақсы. Келесі тапсырмамызды орындайық. Бата сөзіне септік жалғауларын жалғаңыздар. Атау септік кім, не. Ілік септік кімнің, ненің. Барыс септік кімге, неге. Табыс септік кімді, нені. Жатыс септік кімде, неде. Шығыс септік кімнен, неден. Көмектес септік кіммен, немен. Өзіңді тексер. Атау септік не, бата. Ілік септік ненің, батаның. Барыс септік неге, батаға. Табыс септік нені, батаны. Жатыс септік неде, батада. Шығыс септік неден, батадан. Көмектес септік немен, батамен. Жақсы, осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Келесі кездескенше.